арқаның кирбе солу Көкшетау-ай, дамылсыз солу бетін жуғаны жауын. Жан-жақтан ертелі кеш бұлттар келіп жүреді, біліп кетіп есен сауын, есен сауын. 80 көл Көкшетаудың саясында, әр қайсы алтын кесе аясында. Ауасы дертке дауа жұпар иісі көкірек, қанша жұтсаң тоясың ба, тоясың ба. Хайла лиллай лилла лиллай лилла лай, хайли лиллай лилла лиллай лилла лай. Құрметті достар, жәдігерлердегі тарих онлайн жобасын жалғастырамыз. Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің табиғат залында өңіріміздің пайдалы қазбалары, табиғи ресурстары, қызыл кітапқа енген өсімдіктер мен жануарлар туралы ақпараттар ұсынылған. Бүгін өңірімізде мекендейтін құстар мен жануарлар туралы айтамыз. Еліктердің ұзындығы 1,5 метрден салмағы 60 килограммға дейін жетеді. Сирек ормандарда, таудың етегіндегі далаларда мекендейді. Жаздың ыстық уақытында еліктер бұталарды немесе биік шөптің арасында дем алады. Кешке және түнде оттайды. Алдарыңызда қасқырдың бейнесі. Қасқырлар төбет тұқымына жатады. Қасқырлардың рационында қояндар, кеміргіштер, балапандар және құстардың жұмыртқалары едәуір орын алады. Қасқырлардың есту қабілеті өте жоғары. Тіпті олар ұйықтап жатқан кезде де есту мүшелері қызмет атқарады екен. Ұйықтап жатып қасқырлар қардың сыбдырын, жапырақтың түскенін естуге мүмкіндіктері жетеді. Ементұмсық көлемі бойынша қараторғай сияқты. Жапырақты ормандарда мекендейді. Жемістердің сүйегін қопарып алып, лезде кеміріп тастайды. Балапандарды құрт құмырсқалармен азықтандырады. Солтүстіктегі түлкілердің терісі жарқыраған ашық түсті және олар оңтүстікте мекендейтін түлкілерден едәуір ірі. Денесінің ұзындығы 60-90 см, ал құйрығының ұзындығы 40-60 см-ге дейін жетеді. Салмағы 10 кг-ға дейін барады. Жәдігерлердегі тарих жобасының келесі шығарылымын өткізіп алмаңыздар. Көріскенше!